Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Дәлел жететін жеріне жетіп болды. Дәлел айтылатын жердің бәрінде айтып болды. Ақпаратқа бір рет айтып болғаныңды 10 рет айтсаң, бүгін Американың ақпаратына, ертең Францияның ақпаратына, ары күні Англияның ақпаратына айтсаң, ол сол ақпаратқа айтылған сайын Шыңжаңдағы жағдай жақсарады екен деген әңгіме тұрған жоқ. Бұл жерде мен ақпарат айтылмасын деген емес, шама жетсе күніне 100 рет ақпаратта жариялап отыру керек. Мәселе мынаның түйінін түсіну керекпіз. Біз де тоқтаусыз күнде ақпаратқа жариялап отырамыз. Мәселе осы Қытай мен Еуропа, Қытай мен Американың қарым-қатынасының ортасынан біз қазаққа қандай пайдалы нәрсе бар, соны түсіну керекпіз. Қайткенде қазаққа пайдалы нәрсені істей аламыз. Қайткенде қазағымызды олар қамамайды, немесе қамалған қазақты босатады, немесе міне соңғы кезде қазақтарды жіберіп жатыр. Біз де Америка ойын ойнайды, Қытайда ойын ойнайды, біз де ойын ойнау керекпіз. Осы ойындардың нәтижесінде бізге тек қазағымыз аман болса, сол жеткілікті. Кәдімгі ойын бұл. Кәдімгі ойын. Ұнатсаңыз да, ұнатпасаңыз да ойын. Ойында кейде шегідесің, кейде жылжисың, кейде алдайсың, кейде бұғынасың, кейде шабуылға шығасың, кейде қатаң мәлімдеме таратасың, кейде ескерту жариялайсың, кейде қайтесің, қазағымды босат, сен тоқтасаң, мен тоқтаймын дейсің. Бадыраң көз, сен тегмесең, мен тегмедім. Біздің мақсат жер емес, біздің мақсат қазақты тірі сақтап қалу, аман сақтап қалу. Бұл менің ойымды енді түсіндіңіздер ме? Америкаға көбірек жыласақ бәрі шешіледі екен, Еуропаға көбірек жылап жіберсек бәрі шешіледі екен деген бекер сөз ол. Жетіп болды жететін жеріне. Айтылатын жердің бәрін айтылып болды. Мен айтылмасын деп тұрған жоқпын. Айту керек. Бірақ мәселе кіммен айтуда? Қандай жерде айтуда? Далай-лама 60-70 жыл айғайлап, бәлем миллион Тибеттің қырғызды қалды. Ең соңында еңіреп жылап, мен Тибеттің автономиясын талап қылайын дегенге бар. Неге? Тәуелсіздікті талап қылам деп жүріп, Тибеттің қырғызды қалды. Себебі ешкім Далай-ламаға 1 миллион әскер беріп, $миллиард беріп, сен барып Тибетті саған азаттып, саған сыйлыққа алып берейші, подарка қылып берейші, саған мәс сыйлық, саған сюрприз деп Тибетті Далай-ламаға берген жоқ. Ешкім үшін 1 миллион әскер беріп, ешкімге сыртынан мемлекет құрып бермейді. Және ешқандай мемлекет сенің шетелде миллион рет ту көтеріп алып, айғайлап, ереуіл жасаумен құрылмайды. Мемлекет деген қан төгіс соғыспен келеді. Ал айғайлап, ереуілмен мемлекет құрған тарихта ешкім болған жоқ. Мемлекетті құру үшін оның саяси, тарихи, шарт жағдайы, халықтың сапасы, орайы, халықаралық жағдай, сені жаулаушы, қолданушы, сені отарлаушы халықтың қирауы, оның империясының тасталқан болусы, өте көп факторлар керек. Және сол мемлекетті, құрылған мемлекетті ұстап тұратын халықаралық шарт жағдай саған лайық па? Мысалы, Жоңғарды қынадай қырып қазақтар әбден әлсіреп тұрғанда, әлсіреген қазақты Қытай мен орыс екіге бөліп ала қойды. Міне, сол орыс жаулағаннан ақ орыстың жаулығы, ол ақ орыстан кейін қазақтар енді тәуелсіздік алып, Алашорданы құрып, Алашорда автономиясын құрып отырған кезде қызыл орыстар келіп жаулады. Ойбай, Совет одағына кіресіңдер, кез келген уақытта одақтан шықсаңдар рұқсат деп алдап сулады кеп, одаққа қол қойғызып алды да, ең соңында қынадай қырып салып отырды. Міне, халықтың сапасы. Ал сол кезде Латвия, Литва, Эстониялар қайтты. Міне, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орыстың бодандығына түскен тұтас Шығыс Еуропа қашан азат болды? Шығыс Еуропаның тарихы бізге үлгі. Тұтас екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Шығыс Еуропа тұтас орыстың боданы болды. Сондықтан бұл жерде халықаралық шарт жағдай бар. Тұтас Шығыс Еуропаны, тіпті Германияның жартысын орыстардың темір табанына салып беріп қойып, Еуропа мен Америка қарап тұрды. Орыстардың темір табанына салып беріп қарап отыр.
Оспан Батырды қараптан қарап Қытайдың ұстауына қарап беріп қойды, Еуропа мен Америка қарап отыр. Тұтас Қытайды коммунистердің жаулап алуына қарап тұр. Тұтас Шығыс Еуропада коммунизмнің іске асуына Еуропа мен Америка қарап тұр. Неге? Солшыл демократтар коммунистерге бүйрегін бұрады. Сондықтан мына жерде қазақтар тағы бір 10 мақала жазылғаннан, тағы бір 100 телевизорға 100 шыққаннан, мына бір топ қазақтар мынау жаңағы көк ту көтеріп айғайлағыш ұйғырлардың ұйымдарына барып айғайлағаннан қазаққа жақсылық келеді екен деп ойлама. Қазаққа жақсылық тек қана адамдық құқықты көтеруден. Менің қазағымды босат, қазағымның адамдық құқын босат. Сен қазақты қинамасаң, лагерге қамамасаң, мен де саған ары қарай әңгіме айтпаймын дейтін принциппен ғана біз қазақтарымызды босата аламыз. Топ-топ болып ұйғырлар Түркияға ұшақпен ұшып барғанын көрдіңдер ме? Жоқ. Топ-топ болып ұйғырларды босатқанын көрдіңдер ме? Жоқ. Топ-топ болып қазақтар ұшақпен ұшып Алматыға келіп жатыр. Қазақтарды лагерден босатып жатыр. Қазақтарды шетелдегі туыс-туғандарымен хабарлассаңдар болады деп айтып жатыр. Олар қатты саясат қолданса, біз мына жақтан қатты айғайлаймыз. Олар қазаққа жұмсақ саясат қолданса, біз мына жұмсақ саясатыңды дұрыс көреміз деп айтамыз. Біз Қытаймен ит пен мысық сияқты ойын ойнап отырмыз. Ал енді аяқ астынан бір топ ту көтеріп, ереуіл арқылы шетелді айғайлап жүріп территория сұраймыз дейтіндер, олар бір адамды азаттыққа, бостандыққа шығарып па? Жоқ. Сондықтан қазақтар саяси сауатты болайық. Мен бұл жерде ұйғыр халқын жамандап отырған жоқпын. Иә, олар да басын тауға тас құрып жатыр. Олар да дүние жүзінде дәл қазір ең қатты қырылған, ең қатты азапта, тіпті ұлт ретінде жойылып кету қаупі төніп тұрған халық. Олар қазір, дәл қазір екінші дүниежүзілік соғыста фашистік Германия қынадай қырып жатқан, фашистік Германияның қынадай қырғын ұшырап жатқан еврейлер сияқты қырылып жатыр. Ұйғыр халқы миллиондап жойылып кету қаупінде тұр. Бұл бейне 21-22-де 2,5 миллион қазақ қырылғаны сияқты, 31-33-те 4,5 миллион қазақты қырып тастағаны сияқты, 36-37 жыл бүкіл қазақтың интеллигенциялысынан 20 мыңын қырып тастағаны сияқты, 31-33-те 2,5 миллион украинды орыстардың қырып тастағаны сияқты, 41-45-те бүкіл біздің ер азаматымызды соғысқа айдағаны сияқты. Бұл бірдей нәрсе. Мен ұйғыр халқына жаным ашиды. Олардың тағдыры біздің тағдырымыздан да қиын болып тұр қазір. Бірақ қазір бізге керегі қазақтарды аман сақтап қалу. Ал аман сақтап қалудың жолы жұмыртқаны тас құрсаңда жұмыртқа сынады, тасты жұмыртқа құрсаңда жұмыртқа сынады. Ал біз империялардың ортасындағы саяси ойынның құрбаны болып кетпей, қазағымызды аман сақтау үшін Қытаймен бадыраң көз сен тегмесең мен тегмеймін деп, олардан тек адамдық құқықты талап қылғанда ғана қазағымызға пайдалы.